Жыл аяқталар тұста Ақтау маңында құлаған ұшақ туралы әлем баспасөздері жазып жатыр. Бортта болған 38 адам тіл тартпай кетті. 29-ы болса түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілді, 6-ының жағдайы ауыр. Бортта болған қазақстандықтардың барлығы дерлік аман қалмады. Ал тірі қалған жолаушылар не айтты? Ақтауда құлаған Әзербайжан ұшағынан қара жәшік табылыпты. Әуе кемесінің жақтауында сау тамтығы жоқ. Белсенділер ұшаққа дрондар шабуыл жасауы мүмкін дегенді айтып жатыр. Бұл қаншалықты рас? Талғардан тың ақпарат. Жақында әлеуметтік тәртіп бұзған үшін қамауға алынған Қаржаубай Нұрымов бостандыққа шықты. Шыққан сәтінде қазақстандықтарға үндеу жасап үлгерді. Желі белсенділері Қаржаубайдың түрі өте солғын тартып тұрғандығын жазып жатыр. Елден шығарылуы мүмкін деген шешім шыққан Бақыт Рейімова әпкесіне кешім беріле ме? Ақпарда шұғыл шығарылым, армысыздар. Ақтауда апатты жағдайда қонып 38 адамның өмірін жалмап кеткен оқиғаны әлем баспасөздері қазір жазып жатыр. Қазіргі ақпаратқа сай бортта болған адамдардың 29-ы аман қалған, ал 38-і болса тіл тартпай кетті. Осыған дейін біз айтқандай ұшақта 6 Қазақстан азаматы болған, өкінішке қарай 6-ы да апаттан қайтыс болды. Ақтаудағы ұшақ апатынан қаза тапқан қазақстандықтардың тізімін мына кестеден көре аласыздар. Өкінішке қарай апат кезінде қайтыс болған азаматтардың ересегі 50 жасқа да келмеген, ал ең жасы болса 11 жаста. Әлеуметтік желіде ұшақтың ішіндегі жолаушылар түсірген мына видеолар тарап жатыр. Ұшақ биіктігін жоғалта бастағаннан борт қызметкерлері алдын ала хабарлаған, тіпті маскалар ұсынылып ұшақтағы жолаушыларға ескерту де жасалған. Сол сәтте ұшақтағы адамдар жақындарына хабарласып қоштасу хаттарында жіберіп үлгерген. Ал әлеуметтік желіде тарап кеткен мына кәлимасын айтып отырған азамат Құдайдың қалауымен аман қалды деп жатыр. Ол әлеуметтік желіде оқиға қалай болғанын жариялап жатыр. Стюардессы свою работу сделали нормально, даже на 5. А вот старшая бортпроводница, она держалась, девушка была, она держалась, себя объясняла, все инструкции объясняла, как положено, она свои обязанности выполнила на 5. Не знаю, она в живых осталась, нет. Но она свои обязанности сделала на 5. Өздеріңіз көргендей, құлаған ұшақтың ішіндегі жолаушылардың қазір аты жөні анықталып жатыр. Бүйірімен құлаған ұшақтың алдыңғы жағында отырған жолаушылардың барлығы дерлік тіл тартпай кеткен. Алдын ала мәлімет бойынша ұшақтың артқы жағындағы азаматтар аман қалған деседі. Дегенмен бұл жерде тағдырға қалай жазылды солай болды деп те топшылауға болады. Аталған ұшақта борт қызметкерлерінің үшеуі аман қалыпты. Алайда аман қалған борт қызметкерлерінің ауруханада ес жиған видеосы әлеуметтік желіде де тарады. Әзербайжанның төтенше жағдайлар министрлігі Ақтаудағы ұшақ апатынан аман қалған стюардесса Айдана Регемплидің суреті мен видеосын жариялады. Ол Маңғыстау облыстық ауруханасында жатыр. Стюардесса делегацияны көргенде көз жасын тоқтата алмаған. Ұшақ апатты кезінде қаза болғандардың арасында 33 жастағы әзербайжандық Хокума Алиева да бар екен. Ол ұшақ құлап бара жатқанда бәрін сабырға шақырып жүрген. Бортсерік Хокума Алиева 33 жаста. Ол Азал компаниясында 9 жылдан бері жұмыс істеп келген. Стюардесса ұшақ құлап бара жатқанда бәрі жақсы болады деп бәрін сабырға шақырып жолаушыларға көмек көрсеткен. Хокума 6 жасына дейін Ресейде оқыған екен. Әзербайжанға оралғаннан кейін заңгер мамандығын бітірген. Марқұмның әкесі Әзербайжан баспасөз қызметтеріне берген сұхбатында былай деп жазды. Ол өте мейірімдет, көп елде болды. Менімен мақтансаңдар болды дейтін. Бір күні сапардан келген бетінде ұшақтары құлай жаздағанын айтқан. Бірақ бұл жолы менің қызым оралмады деп жазыпты. Қазір үкімет мүшелері, жергілікті облыс әкімі барлығы дерлік сол жақта, ал ел мемлекет басшылары болса, ол кезде Санкт-Петербургтегі саммитке қатысып жатқан еді. Президенттер бас қосқан жиын кезінде осындай қаралы хабар тарауы сәйкестік пе? Саммит кезінде хабарды естіген ел басшылары дереу жағдайда реттеуге кірісті. Оқиғаны ести сала Әзербайжан басшысы дереу еліне оралыпты. Ал басқа да одақтас мемлекеттер болса барлық көмекті аямаймыз деп қолдау білдіріп жатыр.
Айта кетейік, кей әлеуметтік желілерде бұл оқыс оқиға емес деп жазып жатыр. 24 күні Әзербайжан басшысының туған күні болған деседі. Ақпарат болған MBR-190 ұшағынан қара жәшік табылыпты. Бұл туралы бас көлік прокуроры Тимур Сүлейменов мәлімдеген еді. Осыған дейін Астанаға Баку мен Мәскеу қоңыраулары жиілеп кетті. Сарапшыларда ұшаққа Грозный маңындағы Наур ауданында тұрған әуе қорғаныс жүйесінің зымыраны әсер етті дегенде күдікте басым. Олай болып жатса, Кавказдағы ең үлкен ел Әзербайжан Ресеймен контактыларын барынша азайтуы мүмкін деп жатыр. Және Ресейге халықаралық әуе рейстері қысқаратыны анық. Бұл туралы Дала Инсайт агенттігі жазды. Қара жәшіктегі зат тергеу кезінде ашылса, барлық жайт ашылады деп отыр. Қазір ақпарат көздері түрлі болжам жасап жатыр. Телеграм арналар Әзербайжан әуе кемесіне дрондар шабуыл жасауы мүмкін дегенді айтты. Ал бір тарап ұшақтың моторына құстар кіріп кетуі ықтимал дегенде топшы бар. Ал кей ақпарат көздері 25 желтоқсанда Шешенстанға дрондар шабуылы болды. Ресей ракетаға қарсы құрылғыларды қолданды дегенді де айтып жатыр. Неде болса, осы орайда тергеуге кедергі келтірмеу керек сияқты. Аталған алып қашпа әңгімелерге Сенат спикері де тіл қатыпты. Біріншіден, бұл алып қашпа әңгімелер, дәлелсіз мәлімдемелер. Мұндай баға беруді қазір тарату дұрыс емес, әрі этикаға жатпайды деп ойлаймын. Бұл ең алдымен кейбір адамдардың осы жағдайдан өзіне пайда түсіргісі келетінін, хайп жасап, қаралым жинап, басқа да өз мүддесін көздейтінін көрсетеді. Өкінішке қарай ұшақтағы азаматтардың жартысынан көбін аман алып қала алмады. Оқиға орнында қазір жоғарыда аталған мамандардан басқа Әзербайжан денсаулық сақтау министрлігі мен төтенше жағдайлар министрлігінің арнайы кеңесі санавиация бригадасы да келген. Барлық зардап шеккен науқастарға тексеру жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ зардап шеккендермен және олардың туыстарымен психологтар тобы жұмыс істеп жатыр екен. Жансақтау бөлімінде жатқан 6 азаматтың жағдайы әлі де болсын ауыр. Маңғыстау облыстық денсаулық сақтау басқармасының сағат 10:30-дағы мәліметі бойынша ауруханаға келіп түскен барлық пациенттер денсаулық сақтау министрлігінің диагностика және емдеу хаттамасына сәйкес толық көлемде ем алып жатыр. Ал тергеу органдары 2 пациенттің жеке басын анықтау бойынша жұмыс жүргізген. Олардың біреуі Әзербайжан азаматы екендігі анықталды. Сондай-ақ санитарлық авиация желісі бойынша Астана қаласынан ұлттық шұғыл медицина үйлестіру орталығының және де жетекші республикалық орталықтардың жоғарғы білікті мамандары жеткізілген. Ал енді апаттан көз жұмған азаматтарды осындай жәшікке салып елдеріне алып кетіп жатыр. Ресей басшылығы да өз елінің азаматтарын үйлеріне алып кетіпті. Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев мырза бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің алдына сөз сөйлеп, қаза болған жолаушылардың туыстары мен жақындарының сезіміне құрметпен қарауды сұрады. Үкімет басшысының орынбасарының айтуынша, қазақстандық басылымдардың бірінде марқұмдардың дене бөліктері түсірілген видеода тарап кеткен. Видео с места прямо. Осыны пайдаланып журналистерге өтініш айтқым келеді. Біздің басылымдардың бірі дене мүшелерінің фрагменттері бейнеленген видео жариялады. Әдеп сақтаңыздар, мұны туыстары мен достары көріп отыр. Хайпқа салып журналистер күйген, пішіні бұзылған денелердің фрагменттерін көрсетеді. Қаралым көп жинайсыздар, бірақ марқұмдардың мыңдаған туыстары мен достарын құрметтеңіздер. Обезображенных. Ал біздің билік болса Ақтауда түсірілім жасаған блогерді қамап болып жатыр. Ақтауда ұшақ апаты болған жерде суретке түсірген блогер қамауға алыныпты. Адвокаттың мәліметінше Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық соты Азамат Сәрсенбаевты құқық қорғау органдарының заңды талабына бағынбағаны үшін кінәлі деп тауып, 10 тәулікке әкімшілік қамауға алу жазасын тағайындапты. Бүгін ғана премьер-министр Олжас Бектенов Ақтаудағы жағдайдан кейін елдегі әуе ұшақтарын тексеруді тапсырды. Өйткені сақтансаң сақтайды дейді. Аталған жайттан кейін жаңа жылдық мереке қарсаңында шет мемлекетке сапарлауды жоспарлап отырған азаматтарда үрей пайда болды. Ал Әзербайжан мемлекетіндегі қаралы жайтқа алаңдаған көпшілік елдегі Әзербайжан елшілігінің қасына гүл шоқтарын қойып жатыр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев көрші ел басшысына көңіл айту хатында жолдады. Елдегі саяси бірлестік белсенділер апаттан қаза тапқандарға көңіл айту кітапшаларын толтырды. Талғарда кісі қолына мерт болған Шерзат Полаттың әкесі Қаржаубай Нұрымов бостандыққа шықты. Әлеуметтік желіде Қаржаубай Нұрымовтың Қазақстан халқына үндеу жасаған видеосы тарады. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сол Аллаға шүкір етеміз. Көп рахмет қолдауларыңызға. Бәрі жақсы, болашақ жанындамыз. Қорқатын ештеңе жоқ. Шүкір. Сол айтатыным.
Еске салсақ, 10 желтоқсанда полиция Шерзат марқұмның әкесін ұстап, соттың шешімі бойынша 15 күнге қамауға алынған болатын. Ол ұсақ бұзақылық жасады деп айыпталған, қазір отбасының жанында екен. Қайғы үстіне қайғы арқалаған Қаржаубай інісін қара жерге тапсырған шағында жүйкесі сыр берген болатын. Жерлеу рәсімінен кейін жұрт алдына шығып, журналистермен сұхбат жасағысы келгенін мәлімдеген. Қарауылдағы інісін тауға жібере салған құзырлы орган қызметкерлеріне өкпесін айтып, тіпті бірнеше көліктегі азаматты кінәлаған болатын. Сол оқиғадан кейін Қаржаубайдың отбасы мүшелері бірінен кейін бірі бұзақылық үшін қамалып, бір әпкесі тіпті елден шығарылатын болды. Осы оқиғадан кейін арнайы зерттеу институты Нұрғанат марқұмның денесіне экспертиза жасады. Қорытындыға сай аталған азаматтың өзіне қол жұмсағаны дәлелденді. Айта кету керек, сотқа дейінгі тергеу қызметі Қаржаубайдың үйін жаққандарды анықтай алмады. Алматы облыстық прокуратурасы жақын күндері Шерзаттың ісіне қатысты тергеу аяқталатынын мәлімдеген еді. Күллі Қазақстан бақылап отырған шулы іске 160-тан астам куәгерден түсініктеме алыныпты. Неде болса, Талғардағы трагедияның аяқталар шағы жақындаған сияқты. Ал қайғы арқалаған Қаржаубай жаңа жылда отбасының қасында болатын болды. 2-3 күнде отбасының ойраны шыққан марқұм Шерзаттың жақындары келер жылы әділеттікке қол жеткізіп, жағымды жаңалықтар ақыры орын алады деген үміттеміз. Ел іші тыныш болсын.